Серебряный мастер званицы. Серебряный мастер бұл жерде, когда сіздің астыңыздан бір мастер өсіп шыққан кезде, мінекей бірінші астыңыздан бір мастер өсіп шығады, компания ол адамға 13 миллион 750 мың премиясын береді, иә. Ал сізге компания мастер өсіргеніңіз үшін 16 миллион 500 теңге компания сізге төлейтін болады. Бұл тек қана бонус привилегия. Егер сіз серебряный мастер дегеніміз, ол астыңыздан бір мастер, мінекей астыңыздан бір мастер, командаңызда 24 директор, вообще команда товары бар 18 500. Бұл кезде сіз уже бонус поколениядан алатыныңыз 1% қосылады. 12%, 10%, 7 и бесконечно 2% аласыз. Дабл серебряный мастер 4 директорская веткамен астыңызда 2, көрдіңіздер ма, 2 мастер өсіп шығады. Бұл мастерға да компания 13 миллион 750 мың премия береді. Ал сізге 21 миллион 500. Жаңағыдай, уже сізде перерасчет кетеді, сізге компания осындай бонус привилегия төлейді. 21 миллион 500. Дабл серебряный мастерда сіздің астыңызда командаңызда 24 директор, 4 директорская ветка, және де 500 балл отрыв бүкіл орайында, бонус поколения 13%, 3% қосылады, уже көрдіңіздер ма, 11, 8, бесконечно 3%. Золотой мастер 4 директорская ветка, астыңызда 3 мастер өсіп шығу керек. Мінекей, мынауда мастер веткаңызда, бұл мастерға тағы да компания 13 миллион 750 береді, ал сізге компания береді 30 миллион 500. Қазір мына жерге сіздерге бонус привилегиялар жазып кетейін. Бірінші 13 миллион 750 миллион, так, 16 миллион 500, 21 миллион 500, 30 миллион 500, 44 миллион 500. Мінекей қараңыздар, біздің компания осындай өте щедрый, өте бай, осындай бонус привилегиялар төлейді айлықтан бөлек. Енді қараңыз, дабл серебряный мастер болдыңыз, астыңызда, золотой мастер болдыңыз, астыңызда 24 директор, бірінші поколенияда 14%, 12%, 9, бесконечно 4% аласыз. Өте керемет, бұл жерде сіздің айлығыңыз қалай өседі, каждый звание ашқан сайын миллионға өсіп отыратын болады. Представляете? Платиновый мастерда бұл жерде енді өте тамаша, өйткені сіздің платиновый мастер болған кезде 6 мастерская веткаңыз болады. Мастер, я. 6 мастерская ветка, 6 жаңағы сізде отрыв болмайды бұл жерде. Уже отрыв ұстамайсыз, и сіз бонус поколениядан осындай процент табыс көретін боласыз бесконечно. И бізде ең соңғы звание бұл звездный мастер. Звездный мастер 10 мастерская ветка, тоже отрыв болмайды, и осындай поколениядан осындай табыстарды көреді. Звездный мастер біздің маркетинг планы ең соңғы званиясы. Мінекей, сіз әр астыңыздан шығарып отырған мастерларыңыз үшін мінекей осындай премиялар аласыз. Өзіңіз мастер болған кезде, астыңыздан бір мастер шыққан кезде, тағы да бір мастер шыққан кезде, тағы да мастер. Мінекей, компания қандай бай, щедрый. Бұл жерде сіздің бұл алып отырған жаңағы бонус привилегияңыз тыйым болып қалады, өйткені сіздің доходыңыз уже бұл жерде өте үлкен болады.